Так, оқушылар, енді біз 4-ші есепке көшейік. Жаңадан бері біз 3-ті шығардық, енді 4. Ұзындығы 12 метр дейді. Біз ұзындығын всегда А мен белгілейміз, иә. Ұзындығы 12 метр дейді. Ені одан 3 метр қысқа. Яғни ені белгісіз, бірақ 3 метрге қысқа екен. 3 метрге қысқа. Неге? Ұзындығына қарағанда. Тіктөртбұрыштар бөлменің еденіне ламинат төсеу керек дейді. Егер ламинаты 1 квадрат метр, значит, біз бұның ауданын тауып аламыз. 1 квадрат метрдің өзі 3000 теңге тұрса, бүкіл бөлмеге ламинат қанша ақша жұмсалады дейді. Значит, 1 метр квадрат ламинат деп тең 3000 теңге деп қояйық. 3000 теңге болатын болса, қанша ламинат кетеді, қанша теңге жұмсалады, соны тауып аламыз. Яғни осының барлығына неше теңге кетеді, соны тауып алсақ болады. Енді біз не істейміз? Бірінші біз ұзындығын енін тауып алайық. Енін тауып алу үшін 3 метр қысқа десе, онда айтамыз, 12 мен 3-тің айырмасы 9 метр. Значит, біз не істедік? Енін тауып алдық. Ұзындығы белгілі, ені белгілі. Енді біз ауданын тауып алайық. Ауданын тауып алу үшін не істейміз? Міндетті түрде формула жазайықшы. Ұзындық пен енін көбейтіндісі. Ұзындығы 12 метр, ені 9. Так, 2, 9, 18 бір ойда, 9 бірім 9, ойдағы мен 10, 108. Значит, мына еденнің ауданы 108 метр квадрат. Енді қараңдаршы, 1 метр ламинаттың, 1 метр квадрат ламинат 3000 теңге тұратын болса, 108 метр квадратқа ламинат алу үшін, осы 108 метр квадратқа неше ламинат, яғни қанша теңге кетеді? Ол үшін біз 108 метр квадратты көбейтеміз 3000 теңгеге. Өйткені 1 метр квадраттың өзі 3000 теңге болатын болса, біздің мына неміз қанша болады? Ол үшін біз не істейміз? 108-ге көбейтеміз 3000-ды. Мына ноллар жазып саламыз. 308 24, 2 ойда 2, 3 бірім 3, 324 мың. Сонда 324 мың теңге кетеді екен. Неменеге? Жаңағы ламинат төсеуге. Ламинатты 108 метр квадрат ламинат алу үшін 324 мың теңге ақша жұмсалады екен. Демек, мына жаққа 324 мың теңге десеңдер түсінікті болады. Не үшін? 108 метр квадрат ламинат алу үшін десеңдер түсінікті болады. Есеп түсінікті деп ойлаймын, балалар. Егер де сендердікі осылай шығатын болса, сендердің есептерің дұрыс болғаны.